Психопат әке. Бұл оқиғаны жазуға қолым бармай отыр. Бірақ айналамызда болып жатқан сұмдық оқиғаларға көз жұма қараудан шаршадым. Сан сұрақтан, үнсіз қалудан, көп нүктеден шаршадым. Осы әңгіме арқылы бәріне нүкте қойғым келеді. Мен де талай жыл ұят болады, қарабет боламыз дегенге сеніп, өзімнің және қызымның өмірін құрдымға кетіріп келдім. Мұны оқып отырған адам мені ана деген аттан садаға кет деп даттар. Енді бірі мен де осы күйде жүрмін деп жақтар. Не болса да бұл оқиғаны жазуға, көпке ұсынуға бел будым. Менің өмірім арқылы әлде бір адам өзіне сабақ алар. Тағы бір адам өз өміріндегі сұмдық оқиғаның алдын алар. Жан-жағына бас көзмен емес, көкірек көзмен қарар. Бірінші бөлім: алып қашу. Бар сұмдықтың басы менің тұрмысқа шығуымнан, дәлірек айтқанда, танымайтын бір адамның зорлықпен алып қашуынан басталды. Салт дәстүрге берік мекеннен едім. Қылмысты да ата жолы деп қабылдайтын қиыс түсінікті мекеннен. Ол кезде 18 жастамын. Мектепті енді бітірген кезім. Кеудесі арманға толы бой жеткен едім. Көп ұзамай ботадай боздап қаларымды кім білген. Көршіміз қонақ шақыратын болып, мені көмекке шақырды. Жұрттың сөзінде кетпейтін анам мені көмектесуге жіберді. Ал көрші мені көшенің арғы жағында тұратын туысының үйінен табақ алып келуге жұмсады. Тапа-тал түс. Күн шақырайып тұр. Кенет қасыма көлік тоқтап, ішінен бір топ жігіт атып шықты да, мені көлікке қарай сүйрей жөнелді. Өңім бе, түсім бе, не болып кеткенін білмеймін. Барынша қарсыластым, айғайладым. Бауыздалатын қойдай тыпыршып, тепкіледім. Жігіттердің бірі аузымды қолмен жапты. 4 жігіт 4 жақтап тырп еткізбей көлікке отырғызып алып қашты. Басқа ауылға келдік. Төргі бөлмеге жеткенше 4 есік бар. Сол 4 есік 4 кедергіден 4 тағандап тұрып сүйреп кіргізді. Жан айқайма ешкім құлақ асар емес. Басыма ақ орамал таққан кезде жұлқына шешіп лақтырып тастадым. Апатай-ау, мен танымаймын ғой деп әрқайсысына жағынып жәутеңдей бердім. Үйреніп кетесің. Біз де осылай келгенбіз, деді кіріп шығып жүрген әйелдердің бірі. Сосын өзімше айла жасағым келді. Үйдің үлкен едім. Әкем мені ұзатуды армандайды. Құда түсіп алсаңыздар, мен осы үйге келін болып қайтып келемін, дедім алдаусыратып. Мақсатым мына үйден құтылып шығу. Оған да жауабы дайын екен. Әкеңді танимыз ғой, оны әурелеп қайтесің. Шықпа жаным, шықпа деп отырған жан емес пе? Кейін жағдайы түзелген соң үйлендіретін де, ұзататын да сенен басқа бала шағасы көп қой. Көненді, деді ақ жаулықты әже. Әкеме жаным ашыды. Ақ босағаны қалай аттағанымды білмей қалған өзіме жаным ашыды. Жылай-жылай талықсып ұйықтап кеттім. Оянсам, қасымда болашақ жарым отыр. Орнымнан тұра сала қаштым. Ол қуды. Аядай бөлмеде ана бұрыштан мына бұрышқа барып тіреліп, ақыры ұсталдым. Аяқ қолымды сермеп теуіп, айғайлап жатырмын. Қара күшіне сенген ол мені аймалап абыройымнан айырды. Осы сәттен бастап тозақ өмірім басталды. Екінші бөлім: әйелдің құдайы еркек. Ертесіне қуғыншылар келді. Анам кіммен қарайдың сонымен ағар деп боздатып тастап кетті. Анам салт дәстүрден аттай алмады. Арым тапталған күйі қала бердім. Көрші үйдегі келіншек абысыным болып шықты. Анам қуғыншы болып келместен бұрын абысыным: жеңеше, барған жерім беделді, бай жер, бар жақсысын алдыма тосады. Қайын інім күйеуімнен де жақсы. Бұл қыз мектеп бітірді, енді университетке түсу керек. Қызды оқыту деген ата-ананың ақшасын ақтамайды ғой. Алар жері өзі оқытып алсын. Одан бөлек 6 бала шағаңызды асырауға да күш қуат керек деп әбден азғырған екен. Ал оның жақсы деп мақтап отырған қайын інісі қыз зорлап өлтіріп, соттан ақшамен құтылған кез екен. Оны кейін білдім. Ол мені ұрып соққан сайын: мен бір қызды зорлап өлтіріп, құм арасына көміп кеткенмін. Сені де солай өлтіріп тастаймын. Сотты да сатып аламын деп қорқытатын. Барлығын ақшамен жаба алатын бай, беделді екені өтірік емес еді. Қылмыс жасаған соң ата-анасы оны үйлендіреміз деп шешім қабылдаған. Мектепті жаңа бітірген, жуас, тұрмысы нашар маған көз түскен. Ата-енемнің 2 ұлы, 7 қызы бар. Бәрі бір шаңырақ астында тұрады. Сол үйдің отымен кіріп, күлімен шығып жүрдім. Қатынды бастан деген қағидамен өмір сүретін жарым маған еш себепсіз қол жұмсайтын. Көңілім де өзім де аш жүрдім. Ажырасқым келетінін айтқанда, енем еркекті ер ететін де, ез ететін де әйел. Өзің жөндеп ал, қайтып келген қыз жаман дейтін.
енем де мен тағдырлас. Қайын атамнан күнде таяқ жейді. Бұл үйдің ер адамдарына сот жоқ. Күйеуім 16 жасынан бастап бұзақылықпен айналысқан. Содан таяқ жейді. Түпкі бөлмеге кіргізіп, аяқ қолын байлап, арқасын жалаңаштап, қан аққанша ұратын. Ұлын арашалауға тырысқан енем өзі де қоса таяқ жейді. Ұлын жазалап болған соң қайын атам қара терге түсіп, түпкі бөлмеден шығып келе жататын. «Әй, шай қойыңдар!» деп әмір беретін. Әмірі бұлжытпай орындалады. Енем мен қайын ағам күйеуімді шынжыр байлаудан шешіп алатын. Мен қалтырап дірілдеп қайын атама шай беріп отырамын. Күйеуім ол соққыдан оңалған соң бар үшін менен алады. Қит еткен нәрсеге ашуланып, қолына түскен затпен сойып салатын. Орындық, темір, шнур, арматура, қайыс белдік, несін айтасыз, соның бәрімен ұрып шығатын. Ол жыныстық қатынасқа тәуелді адам. Бас тартсаң таяқ жейсің. Тіпті ораза ұстауға рұқсат етпейтін. Сенің құдайың мен, сондықтан әуелі мені разы етуің керек. Әйелдің құдайы еркек деп күніне 4-5 рет төсек қатынасына түсуге мәжбүрлейді. Жас келін болып түскен кезімде қорланған кездің бірі есімнен кетпейді. Дастарханды жинап жатқанмын. Күйеуім келді де сол жерде жыныстық қатынаста болғысы келетінін айтты. Бөлмеге барайық дедім. Маған қарсы келме. Әйел күйеуіне бойсынады. Қай жерде сұрасаң, сол жерде дайын бол деп аямай ұрды. Ұрып соғып ақыры дегенін жасатқызды. Ажырасып келген қайын апайым бар еді. Сол аяқ асты үйге кіріп келіп үстімізден түсті. Бөлмелерің не үшін ұятсыздар деп маған ұрысты. Оған неге бұлай болғанын айтып түсіндіре алар емеспін. Сол күні кешке қызуым көтерілді. Бірінші сәбиіме аяғым ауыр болатын. Мені жедел жәрдем алып кетті. Көгерген денемді көрген дәрігер күрсініп басын шайқады. Ол қайын апайыма, мынау не масқара, малды да бұлай ұрмайды ғой, аясаңдаршы, құдайдан қорықсаңдаршы деді. Сөзбен ғана шектелді. Құқық қорғау органына хабарласпады. Себебі қайын ағам сол салада қызмет етіп, дәурені жүріп тұрған кез болатын. Қайын апайым үйге сазарып бозарып қайтты. Келген соң, мынаның үсті басын көгеріп, тура мен ұрғандай маған айғайлады. Кірерге тесік таппадым деді зекіп. Көзі қанталап кеткен қайын атам күйеуімді түпкі бөлмеге кіргізіп, әдеттегідей сабай бастады. Енем маған ұрысты. Оған қайын апайым қосылды. Осылай 40 пышақ болып жатқанда үйден сытылып шығып, жолдан көлік тоқтатып, төркініме жол тарттым. 3 бөлім. Төркіндегі түн. Ойда жоқта үйге кіріп келген маған шошына қараған әкем, тыныштық па, аманшылық па, көзің неге ісіп кеткен деп бәйек болып жатыр. Мен ештеңе білдірмеуге тырысып, сіздерді сағынғаннан көңілім босағаны ғой, қарным ашып кетті, тәтті дәмділерің бар ма деп әзіл аралас шынымды айттым. Анам дастархан жайды. Менің соңымнан біреу қуып келе жатқандай асығып, тамақты қомағайлана жедім. Әбден ашығыпсың ғой, деді әкем аянышты жүзбен қарап. Неге жалғыз келдің? Олар сені жібермейтін еді ғой. Қыдырып келдім. Бұл жолы жіберді. Кешке бәріміз теледидар алдына жиналдық. Жерде отырған кіші сіңлім диванда жатқан маған қараған кезде тобығымдағы көгерген жерлерді көріп қалды. Мынау не? деген ол етегімді тіземе дейін ашып жіберді. Аяғымның сау жері жоқ, көгеріп қалған. Сіңлім, өлігін алам демесеңдер, ажыратып алыңдар деп өкіріп жылады. Анам қасыма жүгіріп келіп, үсті басымды тексеріп қарай бастады. Әкем ашуланып, менің ажырасуым керек екенін айтты. Бірақ мұның бәрі сөз жүзінде ғана еді. Өз күндерін әрең көріп отырған отбасым мені аяғым ауыр күйде қабылдамайтыны сөзсіз. Әкем үнемі жиен ел болмайды деп айтып отыратын. Таң атқанда бәрі мен ойлағандай болды. Жолдасым келіп мені алып кетті. Әкем мені үйде алып қалған жоқ. Жолдасым мені алып кетерде кешірім сұраған жоқ. Жаныма бататыны өзім бойдағы адамдай ұстайтыны. Қыз қырқынға 40 ет айтып, оларға сыйлықтың түр-түрін алып береді. Маған гүл түгілі шоколад алып беруге де жарамайды. Енем аяғым ауыр екенін білген кезде, бала тума, оған бала керек емес деп айтқан еді. Ал жолдасым болса, дүниеге ер бала келсе, жаман әдеттерімнің бәрін қоямын деді. Қыз босандым. Ол қалаған жолдасымның қыз босанғаным үшін көңілі толмады. Қыз құмарлығын да қоймады. Кездесіп жүретін қыздардың ішінде кәмелет жасына толмаған өрімдей қыздар да бар. Олармен төсек қатынасында болғанын видеоға түсіріп маған көрсететін. Құсқым келіп жылайтын едім. Сенің күйеуің заңды жақсы біледі. Бұлар кәмелетке толмаған қыздар. Ертең біреу
мені зорлады деп арыз жазса, өз еркімен болғаны туралы видео түрінде дәлелі болады, дейді. 4 бөлім. Қарындастың қайғысы. Бірде қайын апайымның 7 жасар қызы қасыма келіп, нағашаға екеуің түнде жасайтындарыңды нағашағам маған да жасайды, деді. Біз бір бөлмеде үйдегі бала шағамен бірге ұйықтайтынбыз. Не дерімді білмедім, не ойларымды білмей сасып қалдым. Біз түнде ұйықтаймыз, дедім. Қайын сіңлім басын шайқап, жоқ, сендер ұйықтамайсыңдар, сендер түнде құшақтасып бірдеңе жасайсыңдар, нағашағам сенің үстіңде болады, соны ол маған да жасайды, деді. Бұл оқиғаны естіген кезде осы шаңыраққа келін боп түскеніме 2 жылға жуық уақыт өткен. Қайын сіңлімнің айтқанына сенбедім, сене алмадым. Ол сенбей тұрғанымды байқап, сенбесеңіз әпкетайымнан сұраңыз, ағам оған да солай жасайды, маған өзі айтып берді, деді. Әпкетайы өзінен 2 жас үлкен еді. Қайын апайларымның біразы ажырасып, бала шағаларымен ата-енемнің үйінде тұратын. Жолдасымды қандай жамандыққа қисам да, қарындастарының абыройын таптайды дегенге қимаймын. Бұл әңгімені естісем де, естімегенде кейіп те жүре бердім. Бұл менің үлкен қатем. Кейін жолдасым қайын апайларымның қыздарына ғана емес, туған қарындастарына да жыныстық зорлық жасап жүргенін білдім. Қайын атам мені колледжге түсіретінін айтты. Қуанышымда шек болмады. Мұны естіген жолдасым мені ұрып тастады. Ол жақта жас жігіттермен көңіл қосқың келетін шығар, деп айғай салды. Жерге ұрып шықты. Осындай қорлық көретіндей не жазғанымды түсінбей жылай бердім. Сол кезде қасыма келген қайын сіңлім, сенің түк жазығың жоқ. Ол саған үйленбей тұрып та қатыгез зорлықшы болатын, деді. Мен 10 жаста болғанда, ағам 16 жаста еді. Сыртта көрші қыздармен ойнап жүрген жерімнен сені анаң шақырып жатыр деп, мені жетектеп алып кетті. Мені бос тұрған ескі ғимаратқа қарай алып барды. Ескі ғимаратқа кірген соң қинап, ұрып, шешіндіріп, арам пиғылын іске асырды. Үйге келген соң анам денемнің көгергенін көріп, не болғанын сұрады. Ештеңе жасырмадым. Ағамның не істегенін айтып бердім. Анам менің айтқаныма сенбеді. Ағамды қорғады. Мені өлімші етіп сабады. Осы жағдайды білетін үйдегі басқа қыздар да ағамнан зорлық көріп, үнсіз жүре беретін. Олар бұл үйде әділдік орнамайтынын іштей сезетін. Өзің байқағанда шығарсың, біздің үйде қыздарды адам қатарына қоспайды. Ағаларымыз 2 ағайындымыз деп сөйлейді. Бұл үйдегі 7 қыздың саны бар, сұрауы жоқ. Бұл әңгіме үстімнен суық су құйғандай ауыр әсер етті. Қайда баруым керек? Кімге айтуым керек? Неден бастауым керек? Ойымда сан сұрақ, бірақ жауабы жоқ. Бойымды қорқыныш билеген сондай, мен тығырықтан шығатын жол көрмедім. 5 бөлім. Ит тірлік. Күйеуім үйге есірткі шегіп келетін. Көзі ойнақшып, қызарып тұратын. Жылдар өткен сайын менің де санам улана бастады. Күйеуім қандай қылмыс істесе де, қандай қорлық көрсетсе де, қалыпты жағдай сияқты қабылдай бастадым. Ажырасу туралы айтқан кезде таяқтың астына алады. Сен менен құтыла алмай жүр екенсің ғой, мен саған керексіз екенмін ғой, онда өл деп дәретханаға сүйрелеп апарып, мойныма арқан салған кезі де болды. Астыма темір шелек қойып, оны теуіп құлатқанда жаным көзіме көрінеді. Осылай қорланып жүріп, 4 балалы болдым. Оларды 9 ай қалай көтеріп, өмірге қалай алып келгенім есімде жоқ. Сүйретіліп жүре беретінмін. Менің де денем қорлыққа үйреніп алса керек. Кейін осы адам төзгісіз қорлық пен зорлықтың беті ашылғанда, ата-анам біз саған үйге қайтуға болмайтынын айтқан кезде мұндай қорлыққа шыдап жүргеніңді білмедік деп жылады. 6 бөлім. Өз қызын қорлады. Ұрыс керіске толы күндердің бірінде енем бізді үйден қуып шықты. Бөлек шыққанда ештеңе де өзгерген жоқ. Сол баяғы күндегі зорлық, азаптау, қинау. Мені көлеңкесінен қызғанып, кім көрінгеннің көңілдес екенімді айтып, жала жабуды шығарды. Тепкілеп ұрған кезде түсік жасаған кезімде болды. Неге жедел жәрдем шақырмаймын? Неге құқық қорғау органдарына хабарласпаймын? Неге осының бәріне шыдап жүре беремін, білмеймін. Қорыққаным сонша, осылай шыдап жүре беруден басқа жол көрмеген екенмін. Зорлық пен қорлыққа толы өмір өтіп жатты. Бұл кезде 6 балам бар. Өзім де айқай-шудың ортасында өсіп жатқан балаларым да бақытсыз. Күндердің бір күнінде екінші қызым өз әкесінен қорлық көргенін білдім. Ол жоғарыда айтқан қайын апайымның ұлынан қорлық көрген қызым. Маған бұдан асқан қасірет болған жоқ. Сонда әкесі ақыры қорланған қыз мен де қорлайын деп ойлады ма деп таң қалдым.
Басыма небір ойлар келіп кетті. Шілде айы. Базарға кеттім. Күйеуім қайта хабарласып, қайда жүргенімді, не істеп жүргенімді, қашан келетінімді сұрай берді. Ішім бір сұмдықты сезіп, тынши алмадым. 15 минут ішінде үйге жеттім. Балалардың барлығы сыртта жүр. Сыртқы есік құлыптаулы екен. Тарсылдатып тұрып қатты тұрдым. Есікті қызым ашты. Көзі ісіп қызарып кеткен. Жүрегім зырқ ете түсті. Бірақ өзімді жаман нәрсе ойлама. Күйеуім туған қарындасын зорласа да, туған қызын зорлай алмайтын шығар деп өзімді жұбаттым. Сонда да қызымды ваннаға алып кіріп шешіндіріп қарадым. Асты жағы қып-қызыл қанталап тұр. Кім істеді? Дедім айғай салып. Ішім өртеніп барады. Әкем, деді қызым жылап. Қонақ бөлмеде жайбарақат жатқан күйеуіме барып, өз қызыңа шапқан хайуан деп айғайладым. Ол бірден атып тұрды да қолына телефонның шнурын алып мені ұра жөнелді. Одан кейін қызым тұрды. Екеуің маған бәле жаппаңдар деп айғайлады. Қайынапайыма қоңырау шалып болған жайтты айттым. Ол сүріне қабына дереу үйге жетті. Ол бізге аяушылық танытып бірге жылады. Бірақ күйеуімнен ештеңе сұрай алмады. Батылы бармады. Қызымнан бұл сұмдық қашан басталғанын сұрадым. Кіші қызым ауырып, қалада ауруханада жатқан кезімде болған екен. Әлдекімге айтса өлтірем деп қорқытыпты. Әлі-ақ үйреніп кетесің. Есейген соң күнделікті жасайтын боласың деп алдап келген. Бұл жағдайды енеме, қайынапайларыма айтам деп шештім. Олар әрине өзімді табалады. Бұл қызымды әкесінен қорғайын деп енемнің үйіне жібердім. Кіші қызым да онымен бірге кетті. Өз қолымда 2 қызым, 2 ұлым қалды. Қазір ойласам, осы әрекеттерім миыма сыймайды. Неге күйеуімді сотқа бермедім? Неге қызымды ауылға жіберіп, өзім оның қасында жата бердім? Мұндай хайуандыққа қалай шыдадым? Жазда қайын атамның жылдық асын бергенде, күйеуім бізді үйге қалдырып, өзі ауылға кетті. Сол жақта тағы бір сұмдық жағдай болды. Ауылға киіз үй тігіліп, барлық адам тыста болған. Сонда күйеуім 2-ші қызымызды үйдің ішіне шақырып алған. Қалай шақырып алғанын білмеймін. Үйге кірген кішкентай қызым қонақ бөлмеде тыр жалаңаш жатқан әпкесін, оның үстінде жалаңаш жатқан әкесін көріп, шыңғырып жіберген. Жүгіре сыртқа шыққан ол жылай берген. Әжесіне не болғанын айтып жатқан кезде сыртқа шыққан әкесі айтпа деп шапалақпен бір ұрған. Бұл жағдайда асқа келгендердің бәрі естіді. Қанша жыл бойы үнсіз істеліп келе жатқан қылмыстың беті ашылды. Күйеуім үйге кіріп, терезеден шығып, сол жерден қашып кетіпті. Оны сотқа беретінімді айтқанда күйеуімнің ағасы қарсы болды. Ол құқық қорғау органында қызмет етеді. Менің жұмысыма кесірі тиеді. Елге қара бет боламыз. Өзім шешемін. Алдап әкеліп алайық ажырастырам. Алимент төлеттірем. Балаларды бір өзің баға алмайсың, деді ол. 7 қайынапайым оны өлсін деп қарғап отыр. Енемнің еңсесі түсіп, ас су ішпестен қиналып жатыр. Ол маған, саған басынан бастап бұған бала керек емес, бала таппа деп сан мәрте қақсадым ғой. Құлағың керең бе еді? Осыны сезгендей айттым ғой саған, бала туралы ойлама деп. Осыған сен де кінәлісің, деп зар жылады. Күйеуім маған, жігіттерге еріп шөп шектім. Есімді білмедім. Кешірші, балаларды ауылға қалдырып, жаңа өмір бастайық деп хабарлама жазды. Өлгісі келетіні туралы да жазыпты. Мен ажырасатынымды жаздым. Ұйықтауды қойдым. Көзімді жұмсам да, миым демалмайды. Өзенге, тауға барып, өкіріп жылаймын. Ішім өртеніп барады. Күйеуім енді үйге жақындаса, 102-ге қоңырау шаламын деп отырмын. Қайнағамның да алдынан өттім. Оның сал ауруына шалдыққан баласы бар. Ол қорлық көрсе де 6 балаңның қол-аяғы сау. Менің көргенімді басыңа бермесін. Арыз жазсаң, менің жұмысыма кедергі болады, деді. Ал қорланған қызым, сен 6 баланы қалай жалғыз асырап бағам деп мені құрбан еттің. 10 жыл бойы қорланып келдім. Ағамның қорлығын ұмыта алмай жүргенде әкем келіп қосылды. Шешеңді өлтірем, сіңліңді өлтірем деп қорқытып келді. Сендер үшін көніп келдім. Ал сен мені жақсы көрмейсің деп жылайды. 7-ші бөлім. Нүктесін қойдым. Жолдасым өзіне қол жұмсауға батылы бармағанын, түрмеде жазасын алғысы келетінін жазатын болды. Маған жазаланбасам өмір сүре алмаймын, өзім барып айтамын деген хабарлама жазды. Оның ешбір сөзіне сенбеймін. Біресе өлемін деп қорқытады, біресе өлтіретінін айтып қорқытады. Медицина оқу орнын бітірген қайын сіңлім қызымды қалаға алып кетіп, дәрігерге апарды. Қыздығын тіктірді деп естідім, бірақ қызым ол туралы анық-қанығын айтпады. Көп ойланып толғанып, күйеуімнің үстінен арыз жазу туралы шешімге келдім. Жолдасымның туыстары
өз күйеуіңді өзің соттатып, өз қызыңды өзің жерге қаратпақсың ба? Ұятсыз екенсің, деп табалады. Ешкімнің сөзіне қарамадым. Ажырасуға да арыз жаздым. Күйеуім ұсталды, бірақ ешбір қылмысын мойындамады әзірге. Сот әділ өтсе, ол бәрін мойындап, қылмысының жазасын алатын күнге жететінімізге сенемін. Бұдан әрі қарай қорлыққа шыдап жүре бермейтінім анық. Өзім де, қызым да психологқа жазылып, жанымызды емдеуге кірісіп кеттік. Әлдекімнің басында осындай жағдай болса, айтарым, қорыққанға қос көрінеді. Қорқыныштарыңызды жеңіп, тиісті жерлерге арыз жазыңыздар. Бір есік жабық болса, бір есік ашылады. Ешқашан өзіңді және өз балаңызды қорлауға жол бермеңіз. Ондай жағдай болса, қылмыскер жазасын алуы керек. Ұят болады деп жабулы қазанды жабулы күйде қалдыруға болады, бірақ одан зардап шегетін сіз ғана. Сіз ұялып жүрген жұрт өз күндерін көріп, ел қатарлы жүре береді. Ал сіз өз ұятыңызға өзіңіз өртеніп, жаныңызды қоярға жер таппай, өзіңізді кешірмей өтесіз. Мұндай өмір кімге қажет? Психолог пікірі. Бұл оқиғаны жариялауына клиенттің рұқсатын алсам да, көпке дейін оқиғаны баспаға беруге батпадым. Өйткені оқиға тым ауыр. Оқыған жанның жаны ауырып, мұндағы кейіпкерлерді айыптары сөзсіз. Бұл оқиғадағы менің клиентім бойжеткен шағынан, бәлкім одан да ертерек тұрмыстық, жыныстық зорлыққа ұшыраған. Оны ешкім қорғамаған. Осы себепті де клиентімді кінәлау мен уытты сөзден қорғауға деген талпынысымнан бұл оқиғаны кітапқа жариялау не жарияламау жағын ұзақ ойландым. Психоанализ тілінде бұл құбылыс клиенттің тасымалына аналитиктің кері тасымалы деп аталады. Яғни кішкентай кезінен еш қорғау көрмеген, тұрмыстық өмірінде қаншама зорлық болып жатқанын көріп тұрған бірнеше куәгер бола тұра ара түсуші адам болмады. Тіпті қайынағасы заң өкілі бола тұра болып жатқан сұмдыққа үнсіз келісім берді. Осылайша ешкім қорғамаған клиентім менен қорған іздеп терапияға келгені анық. Осы сезімдеріне жауап ретінде менде клиентімді қорғау сезімі басым болды. Өйткені бұл оқиғаны оқыған оқырман бұл әулетті толығымен әкесін де анасын да кінәлайтындығы тіпті жек көруі мүмкін. Өмір бойы қорлық пен табалау көріп келген жан үшін кітапты арғы жақта оқып, не әлеуметтік желіден уытты пікір қалдыру, табалау да зорлықтың, қатыгездіктің жалғасуы іспеттес. Бұл шынайы оқиға оқыған адам жанын түрлі азапқа салары анық. Жан түршігерлік, тым аянышты хәл. Күйеуінің психологиялық портреті. Бұл адамды педофил деп емес, қылмыскер, сексуалды маньяк, психопат деп атаған жөн. Өйткені әйел, ер, үлкен-кіші барлығына жыныстық зорлық жасаған. Бұл бейберекет жыныстық қатынас, шексіз зорлықтың түбі өз әкесінен көрген физикалық зорлығы астарында жыныстық зорлықтан басталып тұр. Өйткені әкесі ұлын жатын бөлмеге апарып, байлап, шыншырмен ұруы, БДСМ элементтеріне ұқсас. Шынайы жыныстық қатынас, зорлық болуы да мүмкін. Өзіне қатысты әке тарапынан ауыр жазалау қолданғанда анасының, ағасының, басқа да отбасы мүшелерінің ара түспеуі, тоқтатпауы, әділдік, құндылық туралы түсініктерді өзгерткен. Жасөспірім кезден жасаған бұзақылық, қарақшылық әрекеттеріне уақытша тоқтау салатын ауыр физикалық соққы болғандықтан заңсыз әрекеттерден тоқтатушы тек ауыр жаза болып бекіген. Іштей ар ұят, яғни үстеммен суперэго қалыптаспаған. Болса да тым қатыгез, жойқын, өзінде өзгені де аямайтын үстеммен. Жастайынан әкесінен зорлық көріп өскендіктен агрессор әкесімен идентификацияға ұшырап, өзі де әкесіндей не одан да өткен агрессор маньякқа айналған. Бұл отбасында құндылықтар түбегейлі өзгерген. Алып қашу, адам зорлығы, өлтіру дегенді дәстүрмен жауып ақтап алады. Адамның қауіпті істерге ұмтыла беруі өлімге деген құштарлық. Агрессияны сублимациялап игермей, құртушы агрессияға айналдырған. Сублимация – жыныстық энергия, агрессияны игі іске, пайдалы дүниеге бағыттау. Адамның белгілі бір әрекеттерді қайталай беруін обсессивті-компульсивті бұзылыс деп атаймыз. Бұл адамның обсессивті-компульсивті бұзылысы адам зорлығы. Әйелдің психологиялық портреті. 18 жастағы қызды зорлық өмірге түсуі, ата-анасы сондай өмірге қалдырып кетуі травмалар тізбегінің бастауы. Десе де,
Адам алып қашу қылмысын дәстүр деп қабылдап, жыныстық зорлықты қалыпты жағдай деп көруі екі әулет ішінде адамға жасалған зорлық-зомбылық үйреншікті болғанын, әйелдің де бала кезінде ұрып-соғу болғанын көрсетеді. Тұрмысқа шыққаннан кейін травмасын өткере алмаған ана арасына жыл салмай бала туа берген. Бала босанғанда әйел психикасы шытынайды, регрессияға ұшырайды. Өзіне психологиялық та, физиологиялық та демалуға мүмкіндік бермей, жылда бала босану ауыр депрессия салдары. Бір қызы өзі көрген жыныстық зорлықты да көрген. Мені өте әлсіз. Болып жатқан сұмдықты қабылдау ауыр болғандықтан психикада жоққа шығару механизмі іске қосылуы мүмкін. Өйткені күйеуінің қарындастарына қылған зорлығы туралы естіген. Ұрып-соғудың куәгері болған. Жоққа шығару механизмі бұл жерде клиенттің өзіне қарсы ойнап тұр. Фрейд бойынша табу. Бұл отбасында ешқандай табу, тыйым жоқ. Инцест, қиратушы агрессия, кісі өлімі барлығын әулет мүшелері біле тұра бүркемелейді. Оның әрі қарай жалғасуына келісім беріп, жағдай жасайды. Садист мазохистке қаншалықты мұқтаж болса, мазохист те садисттен айырылмайды. Бұл жерде әйел барлық соққы, зорлық, табалауға төзген мазохист, күйеуі садист. Күйеу мен әйелі ғана емес, кең көлемде екі әулет садист пен мазохист рөлін атқарып отыр. Бір отбасы агрессор, беделді заңды да белшесінен басып, барлығын жабады. Екінші отбасы бар зорлықты көре тұра әрекет ете алмайды, көнеді. Әйелдің әкесінің де еркек ретінде фигурасы әлсіз. Әйелдің отбасында қорғар еркек образы әлсіз болғандықтан, ер адамның отбасы да барынша басынған. Бұл жағдайда әйелдің ана ретінде денесі тірі болғанымен жаны өлі. Андре Грин бойынша өлі ана. Яғни әйелдің өмір жолында ауыр травма, жоғалту болса, ана болу, баласына емірену, эмоциялық байланыс болмайды. Десе де ол бірнеше жылдық табалаудан кейін психологқа жүгініп, өзінде, қызын да қорғайтын күш тауып, зұлымдыққа нүкте қойды. Психолог кабинетінде шартсыз қабылдау, жанашырлық, қорғаныш сезімдерін алған соң да ішкі сенімі бекіп, өмірін өзгерте алды. Сондықтан адам өзі шешуге қауқарсыз жағдайға тап болғанда бейсаналы процестің тұтқыны болмай тиісті маманға жүгінгені жөн. Бұл клиентім мен қызының беделді әулеттің қысымына қарамастан әділдік үшін күресе алғанына қуаныштымын. Әлі де психологпен жұмысты жалғастырып, одан әрі бақытты ғұмыр кешеді деп үміттенемін.